Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын черный лес трайфлын дайындайтын боламыз. Трайфлымыздың бисквитіне ұн, какао, қант және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымыз ерігенше, жақсылап әппақ болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Осылай көпіріп, көлемі үлкейеді. Енді ұнымызға какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және дайын жұмыртқамызға салып, миксермен араластырамыз. Я болмаса, лопатканың көмегімен араластырсаңыз болады. Кейін үстіне жарты шай қасықтай разрыхителімізді саламыз. Бұл маңызды емес, салмасаңыздар да болады. Қамырымыз дайын болды, енді формамызды дайындаймыз. Кез келген осындай қамырымыз жайылатын үлкендеу форма алсаңыз болады. Мен асты жабысып қалмау үшін осылай майдың көмегімен майлап шықтым. Сіз пергамент салсаңыз да болады. Формамды жақсылап майлап алдым, енді дайын қамырымызды салатын боламыз. Осы уақытта пешімізді 180-150 градусқа қыздырып қоямыз. Барлық жеріне жеткенше жақсылап жайып шығамыз. Міне қамырымыз дайын болды, енді 10-15 минутқа қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасынан дәл осындай балған құлпынай мен қант қажет болады. Осы екеуін асты қалың табамызға салып, баяу отта газге қоятын боламыз. Құлпынайымызды дәл осы күйінде немесе турап салсаңыздар болады. Мен құлпынайым азда болған соң, асты күйіп кетпесін деп 2-3 ас қасықтай су құйып жібердім. Сіздер құлпынайдың орнына шиені, қара жидекті, кез келген жемісіңізді қолдана берсеңіз болады. Тоңазытқышта тұрған күйінде де қолданасыз. Құлпынайымыздың суы шыққанша әбден осылай бір қайнатып аламыз. Және дайын болғаннан кейін астын өшіріп суытамыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне клейгей, қант немесе қант ұнтағы және какао қажет болады. Ең алдымен клейгейімізге қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Клейгейіміз міндетті түрде салқын болу қажет. Кем дегенде 4 сағатта тоңазытқышқа тұру керек. Кремімізді қатты қоюлатпай, сұйықтау күйінде қалдырамыз. Кейін үстіне какаомызды салып, тағы да миксерлейміз. Менің кремім сәл қоюлы болып кетті, сіздер сұйықтау етіп жасасаңыздар болады. Қайнатқан салмамызды құлпынай мен согын ажыратып, 2 ыдысқа бөліп салып алдым және согына сәл-сәл су құйып араластырдым. Бисквитіміз дайын болған сияқты шпажканың көмегімен тексеріп, піскен бисквитімізді суығанша алып қоямыз. Суыған бисквитімізді пышақтың көмегімен дәл осылай көбектеп кесіп шығамыз, немесе қолыңызбен ұнтатып шықсаңыз да болады. Трайфлымызды осындай арнайы трайфлға арналған пластмасты стаканчикке жасайтын боламыз. Бұл кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Өте ыңғайлы, өзінің арнайы осындай крышкасы бар. Енді дайын бисквиттерімізді стаканчиктеріміздің барлығына аз-аздан салып шығамыз. Осы құраммен 10-12 трайфл дайын болады. Мен үйде аз адам болған соң 6-ын ғана дайындадым. Бисквиттеріміз құрғақ болмау үшін үстіне дайындаған согымызды барлығына құйып шығамыз. Енді кремімізді дәл осындай кондитерлік мешогымызға салып алып, бисквиттеріміздің барлығын жапқанша барлық жеріне жағып шығамыз. Кейін үстіне дайындаған салмамызды саламыз. Тағы да бисквиттеріміз саламыз.
трайфлдың толық рецебі осы видеоның астында описаниеде жазылған, сол жерден граммдарын қарасаңыздар болады. Кейін үстіне қалған соғымызды құйып шығамыз. Және қалған кремімізді барлық бисквиттеріміздің үстіне жағып шығамыз. Кремдерімізді дәл осы видеода көрсетілгендей қасықтың көмегімен тікейтіп жағып шығамыз. Және дайын трайфлымыздың үстіне дәл осылай какао сеуіп шығамыз. Үстін қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен осындай арахис слайс себетін боламын. Сіз өзіңіз қалаған тәттіңізді немесе жеміс жидегіңізді қойсаңыз болады. Міне біздің черный лес трайфлымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығатынына сөз берем. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді 4-5 сағатқа тоңазытқышқа әбден сіңгенше салып қоямыз. Ыдысы өте ыңғайлы, отбасыңызға дәл осы күйінде немесе әдемі ыдысыңызға салып ұсынсаңыз болады. Үйіңізге қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін келтіретін анық, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді дәмін көреміз. Мамықтай өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы.